Жігіт банкоматтан ақша шешу үшін банкке келді. Ақшаны санап қараса, қолына 100 мың тиген. Ал картадағы балансында бар болғаны 10 мың ғана болған. Ол кассирдің қателескенін бірден түсінді. Ішкі арпалыстан кейін артық ақшаны қайтарып беруге шешім қабылдады. Қайтадан кассаға жақындап жағдайды айтпақ болғанда, кассир ойын ойнап ештеңеге мән бермей отыр екен. Шыдамсыздана оған кетуін бұйырды. Жігіт қате кеткенін айтқанымен, кассир оны әдейі жанжал шығарып тұр деп ойлап, кассадан кеткеннен кейін банк жауап бермейді деген ережені алға тартты. Жігіт банк оған 90 мың артық бергенін түсіндірмек болған сәтте, кассир күзет шақырды. Осы кезде шуды естіген банк менеджері келіп, не болған сұрады. Кассир, мына жігіт мазамды алып жатыр деп шағымданды. Менеджер оған ұрсып, тағы да қате жібердім бе деп сұрады. Соңғы кезде кассир жұмыс үстінде ойын ойнап, жиі қателесіп жүрген. Оған қатысты клиенттерден шағымды көп түскен еді. Менеджер, егер тағы бір қате жіберсең, жұмыстан шығарамын деп ескерткен. Ал бүгін тағы сондай жағдай қайталанған. Кассир шындық ашылып қалса, жұмыстан айырыламын деп қатты қорықты. Жігіт түсіндірмек болғанда ол сөзін бөліп, менеджерге, бұл жігіт маған қырыңдап жүр, мен оның бетін қайтардан соң әдейі мазалап жүр деп өтірік айтты. Менеджер жеке мәселеңді тезірек шеш деді де кетіп қалды. Кассир жігітке дереу банк ғимаратынан кетуін талап етті. Әйтпесе полиция шақыратынын айтты. Жігіт ақшаны артық алғанын, оны қайтару үшін арнайы келгенін тағы да түсіндірді. Бірақ кассир күліп, мұның мүмкін емес екенін айтты. Ақша беру жүйесі автоматтандырылған, мен қателесуім мүмкін емес деп тұрып алды. Қателігін мойындаудан үзілді-кесілді бас тартқан соң, ер адам ашуланып банктен шығып кетеді. Сыртқа шыға бергенде оны бір заңгер тоқтатты. Ол болған жайттың бәрін көргенін айтып, визиткасын ұсынды. Кассирдің шынымен артық ақша бергенін, ал банк кейін бұл соманы қайтаруға тырысатынын ескертті. Бұл банк ірі мекеме болғандықтан клиенттерді жиі қорлайды екен. Заңгер мұндай әрекеттен бұрыннан жиреніп жүрген. Сол себепті ол жігітке ақшаны заңды түрде өзінде қалдыруға көмектеспекші. Араға көп уақыт салмай жігіт банкке қайта оралып, кассирден артық ақшаны қайтарып алудан шынымен бас тартып отырғандарын нақтылап сұрады. Кассир ашуланып, жоқ деп жауап беріп, тағы да кетуін талап етті. Мұны естіген ер адам бір келісім шартты шығарды. Егер кассир бұл ақшаны өз еркімен берілген сыйлық деп мойындап қол қойса, ол бірден кетіп мазаламайтынын айтты. Одан құтылуға асыққан кассир еш ойланбастан келісімге қол қойды. Қалам қағазға тиген сәттен бастап келісім заңды күшіне енді. Осыдан кейін банк бұл ақшаны қайтара алмайтын болды. Ер адам артына қарамастан кетіп қалды. Кассир әріптестерімен болған жағдайды талқылап, әлгі жігітті ақымақ деп мазақ етуде. Бірақ сөзін аяқтай салысымен банк бухгалтері келіп, бір клиентке артық ақша беріп қойдың ба деп сұрады. Ол есеп-қисапты тексеріп, кассирдің тағы бір клиентке 90 мың артық бергенін анықтаған еді. Оны естіген кассирдің төбесінен жай түскендей болды.